Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз сендермен жаңа бөлім бастаймыз. Сегодня мы с вами начинаем новый раздел. Называется «Сәулет, архитектура». Бүгін өтетін тақырыбымыз «Әкем сәулетші». Мой папа архитектор. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Құрылысшы, строитель, сәулетші, архитектор, ғимарат, здание, жаңа, новый, көпқабатты, многоэтажный. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Сәулет, сәулетші. Сәулет переводится архитектура. Сәулетші, архитектор. Құрылыс – это стройка. Құрылысшы – строитель. Қабат – этаж, көпқабатты, многоэтажный. Келесі суретке қара. Посмотри на картинку и прочитай. Әкем сәулетші. Ол жаңа көпқабатты ғимараттың жобасын жасады. Мәтінді оқы, үлгіге қара, әр сөйлем бойынша «я» немесе «жоқ» деп жауап беретін сұрақтар жаз. Прочитай текст внимательно и по примеру напиши вопросы, которые будут отвечать на этот вопрос одним словом «да» или же «нет». Мен Астана қаласында тұрамын. Я живу в городе Астана. Астанада әдемі жаңа көп қабатты ғимарат көп. В Астане много красивых, новых, многоэтажных зданий. Менің әкем сәулетші. Мой папа архитектор. Ол кеше жаңа ғимараттың жобасын жасады. Он вчера сделал проект нового здания. Бұл кісі менің ағам. Это мой дядя. Ол құрылысшы. Он строитель. Әкемнің досы да құрылысшы. Друг моего папы тоже строитель. Келесі 4-ші тапсырма, 4-е задание. Мәтін мазмұны бойынша ақпараттың дұрыстығын тексер. Проверьте информацию правильно или неправильно, устно. Келесі 5-ші тапсырма. Кім не істейді? Сөздер мен суреттерді сәйкестендір. Кто что делает? Надо сопоставить картинки и сопоставить слова. Мысалы, құрылысшы. Что делает строитель? Строит дом. Құрылысшы үй салады. Келесі сәулетші. Архитектор. Что он делает? Жаңа ғимараттың жобасын жасайды. Мұғалім. Сабақ береді. Дәрігер. Бала емдейді. Спортшы. Жарысқа қатысады, участвует в конкурсе. Аспаз. Ас дайындайды. Келесі 6-шы тапсырма. Екі бұлттағы сөздерді тіркестіріп жаз. Надо соединить, сопоставить и написать словосочетание. Вот эти два облака надо соединить. Кел жаттайық. Үйлеріне қаланың мен қызығып қарадым. Мектеп балабақшаны әдемі етіп саламын. Мен құрылысшы боламын. Фариза Оңғарсынова. Выучите стихотворение. Следующий сундучок запомните, есте сақта. Менің әкем сәулетші, ағам құрылысшы. Олар көп қабатты жаңа ғимараттар салады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Спасибо за внимание.